Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге кезінде хит болған тағам маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Мен бірге болыңыздар. Ең алдымен картоп сәбізімізді дайындап аламыз. Етімізді осылай томалақ пішінде турап аласыздар. Картошканы де солай дәл томалақ тәрізді турап алып, етімізді де тоже сөйтіп турап аласыздар. Барлығын дайындап алуларыңыз керек, өйткені майға қуыратын кезек шетінен кезек қуыратын боламыз. Ең күшті тағамдардың бірі, жасап көрсеңіздер еш өкінбейсіздер. Майымызды қыздырып дайындап аламыз. Қыздар, қазанның қап-қара ана мынау деген әңгіме айтпай қояйық. Барлық үйде осындай бауырсақ пісіретін сковородка немесе қазан бар деп ойлаймын. Осылай шетінен сәбізді, жуан картопты бәрін қуырып аламыз. Арасына салфетка төсеп отырамыз. Майын сіңдіріп алу үшін. Майымызды қазанымызға кішкентай құйып аламыз да, етімізді мен азғантай болғандықтан өзімізге шағын істедім. Көп болсаңыздар етті көп қосасыздар. Осылай қосып қуырып үстіне су құйып қайнатып қоямыз. Енді кезекте салаттарымызды дайындап қоямыз. Помидор, огурцы өздеріңіздің қалауынша, сәбіз, капуста мен сәбіз істесеңіздер болады. Негізі помидор мен огурцеден свежий салат істеген жақсы болады. Осылай турап көбіктеп холодильникке араластырып салып қоя тұрамыз тамағымыз піскенше. Одан кейін майымызды қыздырып, тағыда күрішімізді қуырып аламыз. Мына жерде 2 кесе күріш, су құймайсыздар, тек майға қуырып аласыздар. Ендігі кезекте жаймендеп құрастыратын боламыз. Қазанымызға майымызды құйып, ең алдымен жуамызды, картошкамызды, сәбізімізді салып, арасынан себелеп тұз салып отырыңыздар. Осылай құрастырамыз, үстінен басып отырыңыздар. Одан кейін үстіне күрішімізді салып бұқтыратын 20-40 минутқа қоятын боламыз. Мінекей біздің маклюбеміз дайын болды. Қасықпен үстінен бала-шағамызбен ұрғылап түсірдік. Осылай дайын болды. Жиектерін қайтадан қасықпен салып жібересіздер. Аударғаннан кейін салатын жан-жағына салып шығамыз. Одан кейін кезекте айран құятын боламыз. Мен магазиннің кефирін 2,5% құйдым. Қолдың қатыған құйсаңыздар да болады. Bir жағына абысыным айранмен қосып жемейтін болғаннан кейін бір жағына кефир құймадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеп сәндетсеңіздер болады. Мінекей біздің маклюбеміз осындай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп
кетіңіздер. Алда талай тәтті тағамдарды сіздермен бөлісетін боламын.